Сәлем достар, бұл сабағымызда request модуліне бір демо жасаймыз. Демо жасаған кезде бізде онлайн бір валюта алмастыру бағдарламасын жасайық. $1 қанша теңге, немесе $1 1 теңгені басқа валюталарға ауыстыру деген сияқты. Ол үшін бізге API қолдану керек болады. Алдағы уақытта осы API-лермен де жұмыс жасайтын боламыз. Exchange Rate API деген сайт бар. Осы сайтты қолданамыз алдағы уақытта. Сіздер де бір осындай бір сервистерді қолдану керек боласыздар. Енді біз алдағы уақытта бұл Python бағдарламасын қолданып, мобильді бағдарламалар немесе компьютерге арналған бағдарламалар жасауымыз мүмкін. Енді өзімізге байланысты, өзіміздің қалауымызға байланысты. Сол бағдарламаларда қолданылатын API-лар бар. Яғни белгілі бір сервистер бар, сырттан қолданатын. Енді біз мысалы осындай валюта алмастыратын бір бағдарлама жасады дейік. Енді ол жерде біз бүкіл барлық әлемдегі осы валюталардың түрлерін базамызға сақтап, олардың базадан алып, оларды бүйтіп алмастырып отыра алмаймыз. Оны жаңартып та отыра алмаймыз. Ол бізге мүмкін емес. Сондықтан осындай бір API-лерді, сервистерді сырттан қолданамыз. Енді бұл сервистердің ақылы түрлері де бар, ақысыз түрлері де бар, Мына жерде exchangerate.api.com деп сайтқа кірсеңіздер, осы сайтқа кіріңіздер енді басында. Одан кейін тіркелесіздер бұл жерге. Мына жерде тіркеліп аласыздар. Енді бұның ішінде платный версиялар да бар. Енді бізге основном қазір тегін сервисті қолданамыз бұл сабағымызда. Бірінші тіркеліп аласыздар. Тіркелгеннен кейін электронный почтаңызға хат келеді. Ол хатты растайсыздар. Яғни бұл енді двухфакторный аутентификация деген сияқты нәрсе бар ғой. Екі сатылы растау жүйесі. Соны электронный поштаңызға келген сілтемені басып, осы сайтты сіз растайсыз. Яғни осы сайтқа тіркеліп жатқаныңызды растайсыз. Және біз request модулін қолдану арқылы осы сайтқа ұсыныс береміз, запрос жібереміз. Және ол запростан біз барлық валюталардың дәл қазіргі сәттегі не дейміз, бағамын ала аламыз. Мысалға $1 500 бірдеңе теңге, 1 лира бірдеңе теңге тұратын сондай мәліметтерді ала аламыз біз. Енді оны қолдану үшін тіркеліп және жасап аласыздар. Оның ішінде кіргеннен кейін сіздерге API береді. Яғни API case деген жерді бассаңыздар, сіздерге өзі автомат түрде API key береді. Енді дашбордта сіздерге беріледі. Your API key. Осы жердегі осы API-ді алып қолданамыз. Және осы жерде бір сайт бар. Осы сайтты да қолданатын боламыз. Бағдарламамызда осы Python-мен прямой онлайн запрос жіберу арқылы нәтижелерді алып жасайтын боламыз. Яғни валюта алмастыратын бағдарлама жасаймыз. Ол үшін бізге import requests модулі керек болады. Алдағы уақытта JSON-ды да қолданамыз, өйткені бұл жерде мәлімет JSON дата болып келеді бізге. Сол даталарды біз алмастырамыз. Бізге ең бірінші API key керек болады, яғни API кілттік сөзіміз. Осы жерден біз оны сайттан аламыз. Мынау біздің API key'imiz. Осыны көшіреміз, осы жерге қоямыз. Одан кейін астына түсеміз. API URL бізге керек болады, сайт керек болады. Бұл сайтты астына көрсетіліп тұр. Осыны мына жерге қоямыз. Және мына жерде менің ключім тұр. Осы ключті алып тастаймын. Енді оны фигурный жақшамен мына жерге сізге API нежный key деп жазасыздар. Және USD мысалы долларды жасайтын көрсетіліп тұр. Бірақ біз оны кез келген кур бойынша жасай аламыз. Қазір осы USD-ға қолданушыдан алып оны сұратқызамыз. Мына жердегі сайтты қойдық. Мына жерде бұны API key'імізді көру үшін мына жерде f-string жасаймыз. Сол кезде біздің API key'імізді мына жерге алатын болады. Так, неге былай болып тұр?
APK'імізді қойдық. Одан кейін біз қолданушыдан сұраймыз енді, мысалы валютаның түрі, мысалы валюта түрі, бұны қолданушыдан аламыз инпутпен. Инпуттың ішіне валюта түрін енгізіңіз. Одан кейін енді валюта алу, мына жерге тағы да шығарып берді. Валюта алу, енді валюта алатын түрін енгізіңіз, және астына сумма. Енді мына жерде мен қазір мына приложениеге арнайы автомат түрде жасанды интеллектті орнатып қойғам, сол үшін бірден маған барлығын ұсынып тұр мына жерде. Мына жерде float емес, интежерге айналдырам. Бұны қарап алыңыздар. Валюта түрі, валютаның алуы. Енді мысалға мен валюта түрі дегенге комментке жазып қойдым. Мысалға $1. Мына жерде валютаның түрлері жазылады. Одан кейін мына жерге, бұл жерге де дәл сондай жазылады. Өйткені доллардан, мысалы, доллардан доллар аламайым, доллардан евро аламын, мысалы, доллардан KZ теңге аламын, рубль аламын деген сияқты, немесе лира аламын деген сияқты. Мына жерде сумма енгізем, қанша доллар, қанша евро, мына жерде суммалар жазылып тұр. И ең соңында бізде астында нәтиже болады. Яғни уже біздің нәтижеміз get, мына жерде бізде уже API URL бар. Оны прямо JSON-ға да айналдырып тұр екен, маған ол керек жоқ. Get-тен кейін жақшаны қоямын да, біздің API URL-ымыз және плюс валюта түріміз. JSON-ды алып тастаймын. Оны алдағы уақытта JSON-ға айналдырам. Қазірше принтпен нәтижені мен жаздыртамын, бірақ JSON-сыз сақтаймын. Ctrl-Shift тырнақша, Python rec demo file. 1 минут. APK или кілттік сөз дейінші. Кілттік сөз тең. Мына жерде APK деді, мен тең қоймаған екен, сосын екен ғой. APK тең. Мына жерде APK-мізді алдық. APK-мізді жерге қоямыз. Latest-тен кейін, жаңа мына жерде сайтта көрсетілген USD тұр, мына жерде тұрақты түрде қойылады. Ол USD-ді біз ауыстыра аламыз кез келген валюта түріне. Және экранға нәтижені көрейік. Сақтаймыз, Ctrl-Shift тырнақша, request модулін қолдандық. Енді валюта түрі, мысалы, маған түріктің лирасы керек. Осы лира мына жерге келді, латесттің жанына. Және валюта алатын түрін енгізіңіз. Мысалы, KZ аламын мен, теңге аламын. Және қанша лирам бар. Мысалы, менің 100 лирам бар дейін, қанша теңге болады. Enter'ды басам, response келді маған, жауап келді. 200, алдыңғы сабақтарда айттық, 200 деген сәтті орындалды деген сөз. Енді бұны сәтті орындалғаннан кейін, көргеннен кейін, енді біз бұны нәтиженің текстін жаздырып көрейік. Не беріп жатыр бізге? Жаңағы сайт. Мысалы, бәрін қадам-қадам бойынша көрейік. Try, KZ, 100 лираны теңгеге ауыстырайық. Мына жерге маған келді. Қандай валюта түрлері бар екенін и қанша теңге болып жатқанын, қанша лира болып жатқанын барлығын көрсетіп беріп тұр. Енді басында лира, 1 лирамыз AED мынандай теңге, AFE мынандай теңге, мысалға, ең астында KZ бар. KZ-ті де тауып алайық қазір. Мына KZ 1 лира 13 теңге 58 тиын екен. Қазір осыны, енді біз осы датаны, JSON дата болып келді мына жерге, қарап тұрсаңыздар. Осы JSON датаны біз өзімізге бағдарламамызға алып алайық. Ол үшін import JSON-ды енгіземіз.
и нәтижені JSON датаға айналдыруымыз керек болады. Нәтиже нежный JSON тең JSON-ның нүкте loads деген бар еді. Loads деген методы бар еді. Сол методын қолданамыз. И осының ішінен біз уже conversation rates-ті көрдік қой жаңа текст жаздырған кезде. Ctrl-Shift-тан ақшаны басайын. Так, өшіп кеткен екен ғой. Мына жерде нәтиже текстті мен JSON датаға айналдырдым. И нәтиже JSON-ды экранға жаздыртып көрсетейін сіздерге. И маған не келеді? Мысалы, USD долларды айналдырайық. KZ-ге, теңгеге $100. Мына жерге уже маған барлық нелер келді, курстар келді. Жаңа мен мына жерге не жаздым? Нәтиже текст жаздым. Енді осы нәтиже тексттің, яғни бұл нәтиже тексттің данныйлардың барлығы нәтиже JSON-ға, JSON дата болып өтті. Енді JSON датаның маған conversation rates-ті алуға болады маған. Уже conversation rates-тан барлық валюта түрі келеді. Маған оның ішіндегі, ол валютаның ішіндегі, мына валюта алу деген маған қай нені сұрасам, маған соны алып беру керек. Экранға соны жаздыртуым керек мен. Мысалға, USD доллар, KZ теңге, $100 теңгеге айналдыру. Енді маған қазір 517 теңге 60 тиын деп шығарып беріп тұр. Неге? Өйткені біз 100-ге әлі көбейткен жоқпыз бұл сумманы. $1 517 теңге болып тұр екен қазір уақытта. Соны көрсетіп беріп тұр. Енді мен бұны мына валюта суммасына көбейтіп жазып беретін болсам, экранға нәтиже шығады. Енді біз бұны шамалы түрлендірейік. Бұны бір күшті қылып жаздыртайық. Форматты қолданып принттің. Мысалы, print экранға жаздыртамыз. Бір f-string-пен жаздыртайық. Бір қай валюта түрі болса, мысалға біз валюта түрін енгіздедік қой. Мына жерге валюта түрі тең conversation датаны алу, мына жерге 0,1 деп жазсаңыз да болады, или прямой жазсаңыз да болады. Мына жерге валюта түрі деген орнына 0 қоямын, мысалға мен. Мынаны полный алып тастаймын да 1 қоямын, мысалы мына жерге 2-ні қоямын да. Ары қарай форматпен жазсам да болады. Формат деген методымыз да бар еді. Енді мына жерде форматтың ішінде 0-ге не келу керек? 0-ге маған мына валюта түрі келу керек. $1 тең болады пәленбай теңгеге, валютасымен бірге жаздыртуымыз керек. Мысалы, валюта түрі үтір. Ары қарай мына жерге $1 деп жазды, тең. Енді бірдің орнына маған қазіргі суммасы керек. Ол бізде нәтиже JSON conversation rates валюта алу деген еді. Жаңа көрдік оны қанша теңге болып тұрғанын. Және үтір қоямыз да біз қандай валюта алатын едік, сол валютаның атын осы жерге жазамыз. Үшінші неге? Валюта алу деп. Енді бұны шамалы кішірейтейін экранды, анық көрінсін сіздерге. И сақтаймыз, бір экранға жаздыртып көрейік. Мысалы, валюта түрі USD, валютаның алатын түріміз, мысалы, KZ-іміз теңге аламыз, және $100-ды қанша теңгеге алмастырамыз, соны сұрап отырмыз. Enter бассақ, мына жерде $1-ымыздың орнына ештеңе жазған жоқ. Так, былай жасайық. Неге орында olmadı бұл? F-string емес. F-string'ті алып тастаймыз. F-string'ті алып тастаймыз. Солының қателік екен. USD, валюта түрі KZ, 100
десеңіз, міне сол кезде нәтиже шықты. $1 517 теңгеге сәйкес келетіні туралы шығарып берді. Енді ары қарай уже маған қанша суммаға көбейтіп жіберсем, сонша теңге алатынын шығарып береді. Экранға оны жазу оңай. Екінші принтпен соны жазайық енді. Мына жерде сразу маған ұсынып беріп тұр жасанды интеллект, бірақ мен оны өзім жазып шығамын. Print. Так, сіз алайын деп жатқан курс, мысалға, қанша теңге, бірінші теңгені көрсетіп, $1 қанша теңге екенін көрсетіп беріп тұр. Енді сіз валюта суммасын енгіздіңіз, осы қанша сумма. Иә? Мына жерге валюта суммасын жазасыз. Мысалы, фигурный жақша 0, фигурный жақша 1 тең болады. Мына жерге енді форматтың барлығын сразу маған шығарып беріп қойды. Оны өшіріп тастаймын. Өзім жазам қайтадан. Форматтың ішіне маған жақшасын жабам. Енді 0 маған уже айналдырып беретін сумманың аты, валюта түрі, так. Жоқ, валюта түрі емес бұл жерге келетін суммасы келеді. Мысалға, валюта суммасы 100 жанына $1 келу керек. Енді валютаның аты келеді мына жерге. Валюта түрі. Одан кейін уже теңгеге айналдырған түрі келеді. Оны қалай есептейміз? Жоғарыдағы нәтиже жүйесін валюта алуды толығымен көшіріп аламыз, түрді қойып ұмытпаймыз. Және оны көбейтеміз валютаның суммасына. Сол кезде оның 100-ге қанша сумма ауыстырсақ, соншаға айналдырғаны келеді. Және ең соңғы бізге қандай валюта алатын едік, валюта алуды осы жерге қосамыз жанына, форматтың жанына. Сол кезде бізге нәтиже қалай болады. Енді валюта түрін енгіземіз. Мысалға USD, валютаның алатын түрі KZ енгіземіз. Және сумма $100 қанша теңге болады? $1 517 теңге 60 тиын. $100 ауыстыратын болсақ, 51.760 теңге шықты. 96 тиынымен бірге шығарып берді. Енді олай біз қарапайым бағдарламаны өзіміздің консолымызда нәтижені шығаруды көрдік. Енді сіздер мобильді приложение жасауларыңыз мүмкін, немесе компьютерный приложение жасауыңыз мүмкін. Соларға осы API-лерді қолдану арқылы, осы сервистерді қолдану арқылы, мына жерге енді бұл Exchange Rate API-дің беретін нәрсесі бізге тегінні бір айда 1500 request, яғни запрос жібере аламыз. Бір айда 1500 запросқа сен бізге тегін. Қазір мен уже 11 рет запрос жіберіппін қазір бағдарламаны қолдану барысында. Енді 1489 request'ім қалды менің бұл неде қолдануда. Енді бұдан бөлек басқа да API-лер түрі бар. Ол OpenWeather. Бұл жерде де өзіңіз тіркелесіз. Тіркелгеннен кейін API key'іңізді My API keys деп аласыз осы жерден. И ауа райы несі туралы алуыңыз мүмкін, мәліметтерді. Яғни бір приложение жасауыңыз мүмкін. Ол жерде сіздің дәл қазіргі қолданған местоположениеде қай қала болса, сол қаланың атын алып, осы API арқылы сол қаланың бүкіл данныйларын алып, и ауа райын көрсетіп тұруы мүмкін. Сондай приложение жасасаңыз болады осы API-лерді қолдану арқылы. Енді бұл API-ді кейін алдағы уақытта көрсететін болам сіздерге. OpenWeather жаттап алыңыздар сайтын. Осы сайтпен де қолдануға болады. Енді менің основном қолданып жатқан нәрселерім сіздерге бұл API-лердің алатын жері өте көп. Яғни сервистер өте көп сіздерге, таңдау өздеріңізге қатысты. Енді әр API беретін сервистер әртүрлі қызмет көрсетеді сізге.
кейбіреулері тегін, кейбіреулері ақылы түрде сізге қызмет көрсетеді. Енді сіздің мысалы өзіңіздің қолданып жатқан қолданбаңыз сайтыңыз ауқымды болатын болса, мысалға күніне миллиондаған запрос келетін болса, уже жаңағы біздің тегін қолданып жатқан сервистеріміз уже қолдануға мүмкін болмайды сіздерге. Өйткені ол жерде тек 1500 ғана запрос қабылдай алады. Ал ары қарай уже платный версиясына өтуіңіз керек. Сол сияқты сервистерді, бұл жерде маңызды нәрсе сервистерді қолдана алу. Енді өздерінің сайттары болады, олардың сол сайттарын бересіз, және сізге беретін API ключтері бар. Енді алдағы уақытта GitHub'ты білесіздер ғой, барлықтарыңыз. Осы мен барлық кодтарды біткеннен кейін сол GitHub'қа жүктейтінмін. Сол жерден алып алсаңыздар болады. Осы кодтардың барлығы сақталады. Сол GitHub'тың да өзінің API-лері бар. Енді алдағы уақытта сол GitHub REST API-ді қолдануды түсіретін шығармын келесі сабақтарда, оны көресіздер. Осылай сервистерді қолдану арқылы өзіміздің жұмысымызды жеңілдетеміз. Мына жерде JSON модулін, requests модульдерін қолдану арқылы сайттарға запрос жіберіп, сайттардың нәтижесін алып, кей жағдайда осы Python бағдарламасы қолдану арқылы сайттарға мәлімет салынатындай нәрселерді жасауға болады. Енді осы сабағымыз осы жерден аяқталады. Осы валюта алмастыру сабағы өтті, сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Енді мына жерде сіз кез келген валютаның түрін жазып тексере аласыз. Яғни дәл қазіргі сәтте қандай валютаның қанша болып тұрғанын өзіңіз тексере аласыз. Келесі сабағымызда кездескенше, сабағымыз ұнаса пікір қалдыра кетіңіздер, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар, және достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.